бер деп қолдап алып шаршап кеттік. Медеу сайын зерттейді да маған да баяндайсың, жарайды? Бұл бұршат құямыз қызымның атынан. Сол жерден алса, уже КамАЗымыз кіре алмай, соны неге қосып бер деп, или сат деп барсақ, штраф салып жіберді. Жақсыға рахмет. Брусчатка ауыл шаруашылығына керек дейді. Сізге қалай кіре аламыз ба или? Сізге тапсырды. Тапсырма бердім, сосын маған хабарлайды, сізбен сөйлесеміз. Қалай хабарласам? Ауылымызда ақша Осы неде? Күнтуар шаруашылығы Қармақшы ауданы. Брусчатка КЗО деген қалада. Ағасы, рахмет, айып етпеңіз, брусчатка керек дедім, бол деді. Ай жерден тауып алыңыз ана кісіні. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? 1 минут. Жетеді ма 1 минут? Мен айтайын дегенім мынау тыңайтқыш жөнінде биогумус. Сол біз қазір өзім аты жөнім Исмаил Қуаныш, қаланың тұрғымын. Шиелі ауданы Алғабас ауылында Қайнатам мешітінің алдында шылаушыны асырап отырмын. Кешір сөзіңді білейін, 2 минут айтшы, сол биогумус жөнінде. Хорошо? Хорошо. Биогумус дегеніміз біздің жаңағы жерімізді тыңайтатын табиғи тыңайтқыш бұл. Бұны бізде Қазақстанда енді қазір дамып келе жатыр. Бізде өзі тапшы бұл удобрение. Бізде мен өзім Шиелі ауданы Алғабас ауылында шылаушында бағып отырмын, биогумус өндіріп отырмын. Маған керек нәрсе ауылдың сыртынан жер енді. Үлкен көлемде жер болса, соны үлкен көлемде не алса, ертең бұл өзіңіз жақсы білесіз, биогумустың не екенін. Сұйығын, мысалға, бұның сұйық түрінде болады, және топырақ түрінде де болады. Сұйық түрін бізде бидайға да, күрішке де кез келген өнімге пайдаланып. Жер не үшін керек биогумусқа? Мен енді Қайнатам мешітінің алдында асырап отырмын ғой. Сырттан жер алсам, сояқта өзім өзі. Қай аудан? Шиелі ауданы Алғабас ауылында асырап отырмын. Онда маған қосымша баяндайсың, зерттеп. Биогумус жөнінде білемін десеңіздер, сіз телефоныңызды айтсаңыз, құрметті қауым, шаруаның табысы жан-жақты болу керек. Мынау биогумус деп отырған, ол көң, малдың көңі. Телефонды айта қойшы, мына кісілер өзін тауып хабарласып. Телефоным 8777 812 1981. Қызылорда Шиелі Алғабас деген YouTube каналы бар. Содан кірсеңіздер, сол жерде. Бұлай болсын, ағалар, телефонды анау жерде жігіттер жазып береді, сол қағазды мына жерге қоя сал, керек адам келіп телефонды алады. Қазір біреу үлгермей алады. Рахмет. Жақсы. Рахмет. Thank you.